Баршаңызға сәлем, құрметті каналымның көрермендері. Сіздермен Динара. Бүгін мен сіздермен дәмді винегрет жасаудың құпияларымен бөлісемін. Ол үшін керек ингредиенттер: картоп, қызылша, сәбіз, маринадталған қияр, бұршақ, сұйық май, ақ желкен, тұз және қара бұрыш. Әрбір көкөністі фольгаға бөлек орап, пеште 200 градус температурада 40 немесе 60 минут пісіреміз. Бұл процесте тұз қоспаймыз. Барлық ингредиенттердің пропорцияларын описание бөлімінде жазып қалдырамын. Көкөністер дайын, фольгадан шығарып суытып аламыз. Дайындығын өткір затпен тексеруге болады. Көкөністер суды, енді қабығынан аршып аламыз. Қабығын аршып алғаннан кейін 4 бұрыштығып турап аламыз. Келесі ингредиент ол бұршақ.
Маринадталған қиярды 4 бұрышты қылып турап аламыз. Ақ желкен салатқа өте ерекше дәм береді. Дәміне қарай қара бұрыш қосамыз. Және керегінше сұйық май қосамыз. Салатымыз аса майлы да болмау керек, және де құрғақ болмау керек. Салатты әбден араластырамыз. Арасында осындай жабысқан картоптар болса, арасын ашып араластырамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз, бірақ тұз қосқан кезде маринадталған қиярдың тұзы бар екенін ескереміз. Салаттың тұзын осылай араластырып, дәмін көріп отырасыздар. Дайындалған салат массасына шамамен 1 шай қасық тұз қостым. Апам айтқандай, винегреттің дәмі жақсы болсын десең, жақсы араластырып, бірнеше сағатқа қойып қой. Сол кезде ингредиенттердің дәмі бір-біріне сіңіп, салат өте дәмді болып шығады деп айтатын. Бұл ереже мен үшін күнге дейін сақталған. Ал өз атымнан қосқым келеді. Мен байқауымша, егер қызылша тәтті болса, салат та дәмді болып шығады. Және де жақында маринадталған қияр қосатын болдым. Өйткені оларда тұз, қант және қышқыл дәмі бар. Жалпы барлық ингредиенттердің дәмін ескере отырып, дәмді салат дайындауға болады. Әрине, бәрі өзіңіздің талғамыңызға байланысты. Мен ұсынған рецепт бойынша отбасыңызға дайындап көріңіздер. Винегрет салаты өте дәмді болып шықты. Сіздерге рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліңіздер. Әрбір лайк, әрбір пікір сіздің жылыңыздың бір бөлігін береді.